Осындай бикештің саусақтары атты керемет дәмдіні жасаған кезде сіздің креміңіз ағып кете беретін болса, немесе ертесі күнге қалған кезде кремі сіңіп кететін болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, өйткені керемет шығады. Дәл мен айтқандай жасасаңыз, ештеңе қылмайды креміңізге. Ыдысымызды отқа қойып, оның үстіне суды құямыз, үстіне сүт құямыз және де шекер мен кішкене тұз салатын боламыз. Оның үстіне осындай сары май саламыз. Сары май бөлме температурасында болған жақсы, өйткені тезірек ериді. Сары май ерігеннен кейін осы массаға бірден ұнды салып жібереміз да, ұнда ешқандай түйіршік қалмас үшін тез-тез араластыратын боламыз. Тестаны біркелкі етіп жинап алғаннан кейін осы ыдыстың ішінде біраз кептіретін боламыз. Яғни газдың астын пәсейтіп, осылай асты жабыса бастаған кезде осы ыдыстан түсіріп басқа ыдысқа саламыз. Неліктен? Өйткені кішкене суытып алу керек бізге. Суығаннан кейін барып жұмыс істеуге болады. Өйткені ыстық тестаға жұмыртқа салсаңыздар, ол пісіп қалуы мүмкін. Ал жұмыртқаны салғанда қыздар міндетті түрде миксердің қажеті жоқ. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Баста осылай түйіршік болып қалуы мүмкін, одан қорықпаймыз. Араластыра берсеңіздер, соңында біркелкі керемет масса шығады. Жұмыртқаның да барлығын салып жібермейміз, аз-аздан саламыз. Міне осындай масса шығу керек. Осы дайын болған массамызды кондитерлік мешокқа құйып алдым мен, ал сіздер оны тек қана қасықпен құйсаңыздар болады. Мен насадкамен, жұлдызша насадкасымен құйып алдым. Сіздер тек кондитерский мешоктың төбесін тесіп жіберіп, кішкене домалақтап құйсаңыздар. Қандай форма жасайсыздар, ол сіздердің еріктеріңізде. Белгілі бір формаға салып құйып болғаннан кейін қызып тұрған печкада 160 градуста 40-45 минут пісіріп алып суытатын боламыз. Ал ол уақытта креммен айналсақ болады. Крем үшін біз сливкиді кішкене қоюланғанша миксерлеп аламыз. Үстіне сгущенка, қаймақ және де сахарный пудраны салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Қыздар, қаймақтың қоюлығы көп болуы қажет емес, өйткені қатты қою қаймақ болатын болса, біздің креміміз қатты қоюланып қалады. Кремнің консистенциясын дәл осы видеода көрсеткендей етіп жасасаңыздар, дамские пальчики, сізде кремі өте мінсіз, неше күн тұрса да ағып кетпейтін, сіңіп кетпейтін крем шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әртүрлі формада жасап берсеңіздер болады, домалақ, торт пішінде жасасаңыздар болады. Ал оформлениясын менде фрукты мен шоколад қылдым. Ешқандай оформление жасамасаңыз да өте әдемі болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алдын ала рахмет.